А. А дегенім атаң, ақ тілекті батаң, ақыл сөзін тыңдап, ардақтай біл ботам. Ә. Ә дегенім әжең, әлдилеген анаң, әлпеш деген әкең, әспеттей біл балам. Бұ дегенім білім, білім жарық күнің, ашып берер саған бар әлемнің сырын. Бұ дегенім вокзал, кісі толған көп зал, келіп қалса пойыз, вокзалдан тез қозғал. Г дегенім гүлім, көрдің неше түрін, гүлмен бірге сенің күлімдейді күнің. Ғы дегенім ғарыш, болса дағы алыс, қазақ ұшып барған ғарыш бізге таныс. Д дегенім дәптер, дәптер толақ тор, дұрыс таза жазып, 4 пен 5 ап кел. Е дегенім есеп, есеп қиын десек, неше болар екен екешке мен есек. Қ дегенім қала, жан жағыңа қара, қатар-қатар үйдің қабаттарын сана. Л дегенім лағым, кезіп ауыл маңын, маңыраған кезде бір тынбайды жағың. М дегенім мектеп, кітабымды беттеп, мен өсемін оқып, мектебімде көктеп. Н дегенім наным, нанмен бірге әнім, наным менің нәрім, әнім менің сәнім. Ың дегенім аңдар, аңдар інді таңдар, қарға түскенізден аңның жолын аңғар. О дегенім орман, жан жануар толған, жеміс жидек теріп, орман кезу арман. Ö дегенім өзен, өзен бойын кезем, өзенде бар балық, өзім бірден сезем. П дегенім пілім, көрсеңдер де түрін, кәне, көрген кім бар, таудай пілдің тілін. Ү дегенім үкі, үлпілдейді түлкі, үп дегенде үкі, түлкі болды күлкі. Ф дегенім файл, поштамыз эмайл, алыстан хат келсе, жылдам жауап қайыр. Х дегенім халық, оқып білім алып, халық үшін іс қыл, бар күшіңді салып. Х дегенім жаһан, жаһанда бар нахан, нахан үлкен балық деп айтатын атам. Ц дегенім цеце, улы маса десе, циркуль одан үлкен, әлденеше есе. Ч дегенім чукча, сақалы бар шоқша, шаңғы тепсе қарды, боратады оқша. Ч дегенім чукча, сақалы бар шоқша, шаңғы тепсе қарды, боратады оқша. Ш дегенім шарша, шаршыны тез салшы, шыны шырша шаштан, шыны тауып алшы. Ш дегенім тапшы, кітабында ашшы, бір-біріне қарсы, тұшшы менен ашшы. Ж дегенім жолда, жаңғалақтау болма, жасыл жанса жүгір, қарап сол мен оңға. З дегенім зебір, тұяғы оның темір, шөп іздесе шөлде, кірмейді оған шөгір. И дегенім ине, кіріп кетер, тиме, қадайды ғой әжең, ине менен түйме.
Қысқа ий дегенім қайда, бар ғой қаймақ майда. Сайда жүрген ойнап, тайынша мен тайда. К дегенім кітап, көп оқыған ұтат. Күшті болсаң кәне, кітаптан тез кітап. Р дегенде ретте, рет-ретмен бетте. Дәптер, кітап бәрін ретсіз ашып кетпе. С дегенім сурет, көрдің бе сен бір рет. Сонша неге тәтті суреттегі сурет. Т дегенім талап, көңіліңмен қалап. Талапты бол сенде, оқып жақсы сабақ. У дегенім уыз, уыз жейді ауыз. Уызына тойған, қозы болар нағыз. О дегенім ұлан, аузында ұран. Ту көтеріп тұрған, ұлан нағыз қыран. О дегенім ыдыс, шығарады дыбыс. Ынтымақты үйде, ыдыс толы ырыс. Дегенім інім, бауырым ғой күнім. Қызықтаймыз оның балдай тәтті тілін. Дегенді ізде, көріне ме көзге. Элеватор, эпос, бар ғой біраз сөзде. Ю дегенім ою, ойлап ойып қою. Аю ұқсап маймақ, қою балға тою. Я дегенім аяз, мал тоңады ояз. Аяз қысқан кезде су қатады саяз. Темір қақпақ. Бір күні Тайбек, Сайраш, Доскен үшеуі үй сыртында арлы-берлі жүгіріп, жарысып ойнап жүреді. Кенет Доскен шаттан айғай салды. Мұнда келіңдер! Мұнда! Мен керемет шұңқыр тауып алдым. Балалар алағайлап, шауып келді. Үй сыртындағы тар соқпақтың дәл ортасында үңірейген үлкен шұңқыр пайда болыпты. Талас атармаса тесіктің жиегіне тақалып, тесіле қарап, түбін көруге тырысты. Бірақ шұңқыр терең әрі қараңғы екен, түбі көрінбейді. Оның ішінен салқын леп соғып тұр. Ар жағынан әлде бір күңгірлеген дыбыстар естілгендей болды. Балалар бұрынғыдан да өстеніп тесікке түсіп кете жаздады. Бірін-бірі итермелеп, шұңқырға тас лақтыра бастады. Үй сыртындағы соқпақпен адам аз жүретін. Бүгін демалыс, сондықтан тіпті ешкім көрінбейді. Өздері оңаша ойнап жүрген балалар қызыққа әбден кенелді. Бір кезде Сайраш сәл шегінді де жүгіре басып келіп шұңқырдың үстінен қарғып өтті. Оны көріп Тайбек пен Доскенде қарғыды. Шұңқырдан қарғу бұларға бір тамаша, жаңа ойын болды. Қыза-қыза Доскен бір аяқпен секіруді бастады. Онымен бәсекелескендей болып, Тайбек те секіріп өтті. Міне, маған қараңдар деп, ұрандап келіп ырғыған Сайраштың аяғы тайып кетіп, ол шұңқырға құлап түсті. Жанталасып екі қолымен шұңқырдың ернеуінен ұстап, әрең ілініп тұрған қызды Доскен ұстай алып, тартып шығармақ болды. Тайбек оған көмекке ұмтылып, жете бергенде Сайраш ойбайлап, ары қарай құлады. Қыздың қолынан мықтап ұстап, еңкейіп тұрған Доскен бірге кетті. Амалы құрған Тайбек «Ата, ата!» деп айғайлап, үйге жүгірді. «Ата, ата! Доскен мен Сайраш шұңқырға құлап кетті!» деп, ол бақырып, Баян ата таяғын ала салып, жүгіре басып далаға шықты. Көршілері Доскен мен Сайраштың әкелеріне болған жағдайды тез хабарлап, барлығы үй сыртындағы шұңқырға алқынып жетті. Қараса, тура тар соқпақтың ортасындағы жер асты құбырлары құдығының темір қақпағын біреулер алып кеткен екен. Сондықтан шұңқырдың беті ашық қалыпты. Үлкен кісілер «Доскен, Сайраш!» деп айғайлап еді, балалар жауап бермеді. Олар бөгелместен шұңқырға секіріп түсті. Шұңқырдың іші кең екен. Қара көлеңкі күңгірт жарық көз талдырады. Доскеннің әкесі дәу ұста қалта шамын жағып, бұлар жан-жаққа тесіле қарай бастады.
қанша тесіле қараса да балалар көрінбейді. Тіпті дыбыс жоқ. «Доскен! Сайраш!» деп айғайлап жіберді. Тайбек шыдай алмай, жауап болмаған соң, Баян ата мен көршілері қоса дауыстап, ілгері қарай жүрді. Бір кезде көп құбырлардың ар жағындағы бір қуысқа тығылып тұрған балаларды көздері шалды. Бұларды көріп, қолдарын көтеріп, ұмтылғандай болды. Анықтап қарағанда, барлығының да зәресі ұшып кетті. Сайраш пен Доскенді әлде бір жыртқыштар қоршап алыпты. Үлкендегі күшіктей, көздері от шашып, азу тістері сақылдаған беймәлім жыртқыштар балаларға үнсіз тесірейе қарап тұр. Үрей ұшқан балалар сөйлей алмай қалған екен. Бұларды көріп, дауыстап жылап жіберді. Бірақ тырп ете алар емес. Жер астындағы су жүйесінің бірі жуан, бірі жіңішке құбырлары араларын бөліп, бөгет болғандықтан үлкендер олардың жанына бара алмады. Мынау кәдімгі егеу құйрықтар емес пе деп дауыстап жіберді Баян ата. Осынша үлкен болып кеткендер қалай деп таң қалды ұста. Сайраштың әкесі кәсіпкер еді. Қымбат телефонын алып, полицияға хабарласты. Оның сөзін тыңдап болғасын полиция капитаны: «Немене? Біздің тышқан ауылдан басқа жұмысымыз жоқ па?» деді ренжіп. «Ойбай, мыналар жай тышқан емес, үлкендігі қорқау қасқырдай бір құбыжық тышқандар, өте көп», деді әкесі. «Жарайды», деді капитан. «Тезірек жетуге тырысыңдар», деді әкесі телефонын сөндіріп. Егеу құйрықтарымен жер сабалап балаларға жақындай берді. Құбырлардың арасынан, қуыс-қуыстардан тағы да келіп қосылып, бірте-бірте көбеюге айналды. Доскен мен Сайраш шыңғырып, бұрышқа тығыла түсті. Көршілер шыдай алмай ұмтылып жақындап келді, бірақ қолдарында Баян атаның таяғынан басқа құрал да жоқ. Төбесі аласа, қалтарыстағы қуысқа еркін кіре алмай амалдары таусылуға айналды. Сол кезде әлдеқайдан бір алып тарғыл мысық екпіндеп жетіп келді де, егеу құйрықтарға қарсы айбат шегіп тұра қалды. Бұл мысық сілеусін сияқты үлкен, күшті әрі айбарлы екен. Алғашында оның қаһарынан қаймығып, шегіншектеген егеу құйрықтар қайтадан топтасып, сіресе түсті. Тарғыл мысық жан жағына отты көзімен бір қарап шықты да, кенет адамша сөйлеп қоя берді. «Сәлеметсіз бе, Баян ата?» «Сәлем», деді сасып қалған Баян ата. «Сен мені қайдан білесің?» «Баяғыда мені балалар тар құбырға тығып жіберіп, жан даусыммен мияулағанымды қызық көріп жатқанда, сіз келіп суырып алып, құтқарып жібергенсіз. Есіңізде ме?» Баян ата есіне түсіре алмай, ұялыңқырап қалды. «Оқасы жоқ», деді тарғыл мысық. «Жасаған жақсылығыңды ұмытқан айып емес. Біреуден көрген жақсылығыңды ұмытпау керек. Мен онда кішкентай бала мысық едім». Тарғыл мысық терең күрсініп, көзін бір жұмып, бір ашты. Доскенге керіле бір қарап, сөзін жалғады. «Я, мен кәдімгі үй мысығымын. Сенің мысығыңмын. Доскен, сен мені кішкентай күнімде ойнау үшін сатып алдың да, құмарың басылғанша құлағымнан тартып, көкке лақтырып, жұлмалап, әбден азаптадың. Суға жүздірдің, отқа күйдірдің, тар құбырға тығып жіберіп, өлтіре жаздағанда сенсің. Ол аздай иттермен төбелестіріп талаттың. Ақыры жараланып, арып ашыған кезімде далаға лақтырып тастадың. Есіңде ме, Доскен?» Доскен ұялып, төмен қарады. «Мен содан көше кезіп, қаңғы бас мысық болып кете бардым. Суыққа тоңдым, ыстыққа күйдім. Көрінген бала таспен ұрып, көрінген ит ырылдап қуатын. Қоқыстардан қалған құтқан тамақтарды жеп, күнелеттім. Ақыры, адамдардың тамаққа қосқан ғаламат қоспаларының әсерімен өзгеріп, осындай алып мысық болып кеттім. Жер бетіндегі азапты өмірден қашып, жер астына түскенде ғана көзіміз ашылды. Мұнда өз қуысымыз бар, өз еркіміз өзімізде». Ол сөзін аяқтағанша, егеу құйрықтар тақалып келіп шабуылға шықты. Тарғыл мысық көз ілеспес шапшаңдықпен алдыңғы аяғымен қағып жіберіп, бірнешеуін ұшырып түсірді. Олар шиқылдап,
кері шегінді. Мыналарды әуелде кәдімгі көртішқан болатын, деді мысық. Бұлардың ата-бабалары ежелден адамдардың тамақ қалдықтарын, қоқыстарды жеп, қоректеніп жүретін. Ал бірте-бірте азық-түліктердің барлығына дерлік әртүрлі жасанды қоспалар араластырылатын болды. Солай емес пе? Міне, соның салдарынан көртішқандардың тұқымы өзгеріп, осындай құбыжық болып кетті. Егеу құйрықтар еңкейіп, мұңайып, мысық бір ағырғып, құбырға шығып алды. Дүние кезек деген осы, деді ол. Енді мына құбыжық егеу құйрықтардан сендерді менен басқа ешкімде құтқара алмайды. Бірақ, доскен, сен үшін басымды қатерге тігіп, шайқасуға тіпті зауқым жоқ. Ал Сайрашты неге құтқармайсың? Оның қандай жазығы бар деп дауыстап жіберді әкесі. О, Сайраштың жазығы бәрінен үлкен. Оның өзі болмаса да әкесі сен жазықтысың. Сондықтан сен жауап беруің керек. Сайраштың кәсіпкер әкесі үндей алмай қалды. Неге? Не үшін деп Баян ата мен ұста шу ете түсті. Оны көршілеріңіздің өзі айтсын. Баян ата мен ұста кәсіпкер көршілеріне сұраулы жүзбен қарады. Ол сасқалақтап, мен темір қақпақ ұрлаған емеспін ешқашанда, деді. Иә, ұрлаған жоқсың. Бірақ сен ұрланған темір қақпақтарды арзанға сатып алып, шетелге қымбат сатып, пайда тауып келесің. Сен ақша төлейтін болған соң, ұры қарылар көшедегі темір қақпақтарды ұрлап апарып саған өткізіп жүр. Егер сен ақша төлемесең, ешкімде қақпақты ұрламас еді. Сенің күнәң ұрылардан да ауыр. Кәсіпкер ұялып, төмен қарады. Баланың жазығы жоқ қой, деді Баян ата. Қолыңнан келсе, бір жолға құтқарып жібер. Бәлкім, қателіктерін түсінер. Енді қайталамас. Мысық жер тырналап, жан түршігерлік дауыспен шыңғыра мияулап жіберді. Сол сәтте қуыс-қуыстан, құбырлардың арасынан тарғыл-тарғыл жүндері күдірейген көптеген мысықтар қаптап кетті. Олар егеу құйрықтарға тарпа бас салды. Егеу құйрықтар тым-тырақай қашып, қараңғы қуыстарға кіріп жоқ болды. Сайраш пен Доскен ақырын басып, бері шықты. Әкелері оларды құшақтай алды. Осы сәтте жүгіре басып, полиция капитаны келді. Жауынгер капитан жалмажан пистолетін мысыққа кезеп атып жіберді. Бірақ Баян ата оның қаруын таяғымен қағып үлгерді. Оқ мысыққа тимей, қабырғаға қадалды. Тоқта, тиме оған, деді Баян ата. Тағы да атуға оқтала берген капитанға, ол біздің досымыз. Капитан мырс етіп пистолетін қабына салды. Қандай батыр, қаһарман капитан? Мяу, мяу. Одан да ұрыларды уақытында ұстасаң етті. Мяу, мяу. Деп тарғыл мысық құйрығын бір болған еткізіп, затып жоғалды. Ауызға бәрі оңай, деді капитан, қарап қалмай. Рахмет, деп айғай салды оның соңынан Баян ата. Сақалын сипап, басын шайқады. Барлығы шұңғырдан шығып, балалар күн сәулесімен қосыла қуана күлімдеді. Бірақ үлкендер бір түрлі ыңғайсызданып үнсіз тарасты. Кешкісін дәу ұста шұңқырдың аузын ағаш қақпақпен жауып, бекітіп қойды.